Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қып-қызыл болып пісетін, үлпілдек жұмсақ болып пісетін лепешка нандарымыздың рецептісін сіздерге ұсынатын боламын. Мінекей, қазір көретін боласыздар. Міне жұмсақ үлпілдеп тұр мінекей. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін менің каналыма подписаться бөлімін басып тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып қоюды ұмытпаңыз. Алдымен таза ыдысымызға сүтті құямыз. Сүтті міндетті түрде жылытып аламыз, яғни сүтіміз жылы болу керек. Бір шай қасық тұз саламыз, ашытқыны, бір ас қасық қант және бір жұмыртқа және сұйық майды қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық. Енді ұнның жартысын саламыз. Бірінші ұнды міндетті түрде електен өткіземіз, яғни қамырдың жақсы көтерілуіне тікелей байланысты. Жартысын осылай електен өткізіп, бір жақсылап араластырып аламыз. Барлық қажетті ингредиенттерді өлшемдермен төменге описание бөліміне жазып қалдырамын. Енді ұнымыздың қалған бөлігін барлығын толық електен өткізіп саламыз. Мінекей барлығын өткізіп салдық. Енді қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз дайын. Енді бетін пищевой пленкамен немесе жай пленкамен орап, жылы жерге шамамен 1-1,5 сағатқа жылы жерге орап қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз жақсы көтерілді. Бір басып аламыз және де қамырымызды бөліктерге бөліп алатын боламыз. 3 немесе 4 бөлікке бөлсеңіз де болады. Мен 3 бөлікке бөліп, осылай домалақ пішінге келтіріп шықтым. Мінекей енді бетін жауып 10-15 минутқа қоямыз. Он 15 минут өтті, мінекей жақсы әдемі болып көтерілді. Енді пергамент қағазын төсеп, үстіне қамырымызды қоямыз және де таза, қолданылмаған таза лезвияны алып, осылай шетіне узор жасап шығамыз. Узор жасап алдық, енді дәл видеодағыдай жасаймыз. Мінекей, енді ортасына арнайы осындай узор салып шығатын боламыз. Егер сіздерде осындай узор салғыш болмаса, шанышқының көмегімен жасасаңыздар болады. Енді жұмыртқаның сары уысына аз ғана сүт қосып, нанның түгел бетіне осылай жағып шығамыз. Жағып алдық, енді әсемдік үшін бетіне қара күнжіт сеуіп шығамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Егер 200 градуста пісіретін болсаңыздар, 20-25 минутта пісіреміз. Егер 150-180 градуста пісірсеңіздер, 40 минутта пісіріп аламыз.
Неге достар, біздің әдемі күлше нандарымыз қып-қызыл болып, әдемі болып пісіп шықты. Сіздер де дәл осылай, дәл осы рецептпен жасап дайындап көріңіздер. Сіздерге кеңес беремін. Үй ішіне барлығына ұнайтынына сенімдімін. Дәл осы рецептпен жасап дайындап көріңіздер. Менің каналымнан осындай рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.